Ақын Әнуар Бимағанбеттің «Сәру күннің сәулесі» атты шығармашылық кеші өтті. Тағылымға толы шараға қатысқандар қаламгердің жалынды жырларымен сусындады. Рухани кешке келген ұстаз ағалары ақынның әдебиеттің дамуына үлес қосып жүргенімен елдік істерде белсенді екенінде айрықша атап өтті. Жыр кешінде ақжарма тілектер айтылып, арна өлеңдер оқылды. Болмысы мен бояуы үйлескен кеште облыс әкімі Серікбай Трумов, Қазақстан Республикасы мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаевтың құттықтау тілегін жеткізді. Лебізін білдіріп, атқа мінер азаматтардың атынан ақынға пәтер кілтін табыстады. Әрине 40 жасын тойлаған ақындар қазақта өзі аздау. Сәкен Сейфуллин тойлаған кезінде бір нәрсе анық. Мына Сабыр мен Светқалидың соңынан ерген інілерінің қандай сапалы дүниелер, сапалы әдебиет жасап жатқан көздеріңіз көріп отыр ғой. Мен осыған қуанам.